1980 жылы энеолиттік ботай мәдениетін зерттеп, алғаш жылқының қолға үйретілгенін дәлелдеген кім? Виктор Зайберт. Тамғалы ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мәдени мұраларының тізіміне енді. 2004 жылы. Көшпелі мал шаруашылығының бағыты мен көшпелі қоғамның барлық қырын зерттейтін ғылым. Номадистика. Қазақтардың көшпелі өркениеті туралы Зимановтың тарихи этнографиялық еңбегі. Қазақтардың 19 ғасырдың бірінші жартысындағы қоғамдық құрылысы. Қазақтардың көшпелі өркениеті туралы Шахматовтың тарихи этнографиялық еңбегі. Қазақтың жайылымды көшпелі қоғамы. Қазақтардың көшпелі өркениеті туралы Толыбековтың тарихи этнографиялық еңбегі. 17-20 ғасырлардың басындағы қазақтардың көшпелі қоғамы. Қазақтардың көшпелі өркениеті туралы Кішібековтың тарихи этнографиялық еңбегі. Көшпелі қоғам, шығуы, дамуы, құлдырауы. Қазақтардың көшпелі өркениеті туралы Масановтың тарихи этнографиялық еңбегі. Қазақтардың көшпелі өркениеті. Орталық Азияда алғаш қолға үйретілген жануар. Жылқы. Тас өңдеу техникасы жетілген дәуір. Неолит. Неолиттік төңкерістің ең маңызды қадамдарының бірі. Егіншіліктің пайда болуы, отырықшылыққа көшу. Біздің заманымыздан бұрынғы 6 мыңжылдықта оңтүстік Түркменстанда Орталық Азия бойынша алғаш рет жер өңдеп, дәнді дақылдарды өсірді. Жейтұндықтар. Оңтүстік Түркменстан анау мәдениетінің егіншілері суармалы егіншілікті меңгерді. Энеолит дәуірінде. Жетісудың ең көне және танымал петроглифтерінің бірі. Тамғалы немесе таңбалы. Евразия даласында дөңгелекті көлік пайда болды. Біздің заманымыздан бұрынғы 3 мыңжылдықтың соңында. Евразия даласында жиналмалы киіз үй түрі пайда болды. Біздің заманымыздан бұрынғы 2 мыңжылдықтың соңында. Біздің заманымыздан бұрынғы 18-13 ғасырларда қола дәуірінде Орталық Азияның оңтүстігінде Мұғраб аңғарында пайда болған мәдениет. Маргуш мәдениеті. 5 Намазгатепе мен Алтындепе қалалары тән мәдениет. Маргуш. Біздің заманымыздан бұрынғы 2 мыңжылдықта Маргуш мәдениетінің астанасы болған қала Ганнур қаласы. Біздің заманымыздан бұрынғы 1 мыңжылдықтың бірінші жартысында пайда болған мұсылман дәуіріндегі Орталық Азияның ең басты қалаларының бірі Мерв қаласы.